Қарағанды қаласында дзюдодан ерлер арасында республикалық турнир өтуде. Қаламыздың 85 жылдығы мен жастар жылы аясында ұйымдастырылған бұл шараға 12 облыстан және Өзбекстан мен Қырғызстан елдерінен 120-дан астам спортшылар бақ сынаспақ. Бүгін ашық республикалық турнир ашылатын болады. Дзюдо бойынша ерлер арасындағы турнир. Бүгінгі шарамызға 120-дан астам спортшы қатысып отыр. Бүгінгі шарамыз ең бастысы Қазақстан Республикасы өзіңіз білетіндей жастар жылына арналған осы жылы. Сонымен қатар Қарағанды қаласының 85 жылдығына орайластырылып отырған шара. Сонымен қатар әрине бұл дзюдо спортын дәріптеу, кеңінен тарату, сонымен қатар спортты насихаттауға мақсаттанып отқан шара. Ойдан кейін көңіл-күй жақсы. Балалар өте жақсы дайындықта келген. Күресу жеңіске жету үшін келдім.